Сәлем, балақайлар. Мен ойыншық текшемін. Менің түсім қандай? Кім біледі? Жарайсыңдар. Менің түсім қызғылт сары. Мен балалармен ойнағанды қатты жақсы көремін. Менің көп түрлі түсті текше достарым бар. Мен сендерді қазір олармен таныстырамын. Мынау менің досым, қызыл текше. Сендер тағы қызыл түсті нені білесіңдер? Қызыл қызанақ, қызыл алма, қызыл жейде, қызыл доп. Менің келесі досым ол сары текше. Балалар, сары түсті тағы нені білесіңдер? Қане, есімізге түсірейікші. Сары балапан, сары гүл, сары футболка. Ал бұл менің досым жасыл текше. Ол жасыл түсті қатты жақсы көреді. Жасыл түсті нені білесіңдер, балалар? Есімізге түсірейікші. Жасыл қияр, жасыл шырша, жасыл бақа, жасыл жапырақ. Ал бұл менің досым көк текше. Көк түсті тағы не бар, балалар? Көк аспан, көк ту, көк көйлек. Біздің барлығымыздың қожайынымыз бар. Оның аты Үсен. Біз бәріміз оған ренжіп отырмыз. Өйткені ол үнемі бізбен ойнап, кейін бізді жинамай лақтырып, шашып кетіп қалады. Әне, ол келе жатыр. Міне, көрдіңіздер ғой. Олай жасауға бола ма, балалар? Әрине жоқ. Оған ата-анасы да үнемі ойыншықтарыңды жина, күтіп ойна деп айтады, бірақ ол тыңдамайды. Біздер ойыншықтар түнде сендер секілді өз орнымызда ұйықтап демалуымыз керек. Өйткені келесі күні балалармен ойнауға еш күшіміз болмайды. Тез шаршап қаламыз, тез сынып қалатынымыз да содан. Және жерде жатқанда бізді біреулер байқамай басып кетіп те, сындырып та тастауы мүмкін ғой. Бізді Үсен ешқашан жинамайды. Біздің ұйықтамағанымызға бірнеше ай болды. Біз әбден шаршадық. Біз енді Үсенмен ойнамаймыз. Басқа текшелер ойнамаймыз деп ренжіп, түн ішінде Үсен ұйықтап жатқанда тығылып кетіп қалады. Үсен ұйқысынан оянып: мен керемет демалып алдым. Мен түс көрдім. Түсімде үлкен зәулім үй салдым. Бүгін текшелеріммен сол керемет зәулім үйді саламын, деп бөлмеге келіп, текшелерін таппай қояды. Мәссаған, үнемі осы жерде шашылып жататын. Оларды кім жинап қойды екен? Деп бөлменің барлығын іздеп таппай қояды. Сол кезде бір дөңгелегі жоқ машина сөйлеп: Үсен, олар саған ренжіп кетіп қалды. Сен оларды үнемі жинамай шашып тастайсың, ұқыпты ойнамайсың. Жоқ, не дейді? Олар менің ең сүйікті ойыншықтарым еді ғой. Мен енді қайттым. Машина, олар қай жаққа кетті? Өтінемін, айтшы, мен оларды қайтаруым керек. Олар орманға қарай бет алған. Мен де олармен кеткім келді. Бірақ сен менің дөңгелектерімді сындырып тастадың. Мен сондықтан кете алмай қалдым. Үсен орманға қарай барады. Сол жерде ойыншықтары өкпе наздарын айтып отыр екен. Үсен олардан кешірім сұрап, үйіне бірге алып келеді. Сүйікті менің ойыншықтарым, мен бәрін түсіндім. Мен енді сендермен ұқыпты ойнайтын боламын. Жүріңдер, мен сендерге керемет үйшік дайындап қойдым. Енді ойнап болған соң сендерді сол жерге жинап қоятын боламын. Түнде мен ұйықтағанда
сендер де сол жерде ұйықтап тынығатын боласыңдар. Балалар, сендер де ойыншықтарыңды ренжітпей жинап жүріңдер. Жатар алдында өз орындарына жинап, ұқыпты пайдаланыңдар. Жарай ма? Сау болыңдар балалар.